ауданындағы жалпы орта білім беру мектебінің 6-шы сынып оқушысы Ерлі Көпбекнұр. 5-ші А сынып оқушысы Есентаев Қайсар. Жоба тақырыбы ақылды жылжымалы құрт кептіргіш. Зерттеу мақсаты құртты табиғи жағдайда ауа райына тәуелсіз сапалы элементтерге кептіріп, оның дәмін, құнарын және кептіру сақталуын қамтамасыз ету. Зерттеу міндеттері құрылғының қозғалысын шектеу үшін шекті датчиктарды пайдалану және кептіру процесі сыртқы әсерлерден қорғау. Жылжымалы құрт кептіру құрылғысын жасау дәстүрлі тағамды қазіргі технологиямен ұштастыру өте маңызды шешім. Сондай-ақ мұндай жүйе ауылдық аймақтарда шағын өндірісте және тұрмыстық технологияда көбінен таралады. Құрғақ күні кепілдігі ашық алаңдағы кептіру. Күн шыққанда платформа автоматты түрде ашық алаңда құрттарды кептіреді. Бұл процестен құрттардың сапасы мен кептіру уақыты оңтайландырады. Күн энергиясын толық пайдалану, біркелкі кептіруді қамтамасыз ету, табиғи желдету арқылы ылғалды жою. Құрт қазақ халқының дәстүрлі әрі маңызды тағамы. Алайда құрт күнге тәуелді болады. Алайда күн күрт бұлттанса, жаңбыр жауып кетсе, құрттың сапасы төмендейді және мерзіміне де әсер етеді. Сондықтан біздің технологиямыз ол құртты жаңбырдан қорғау, ылғалдан қорғау арқылы құртты қарайды және де оған ылғал тигізбейді. Қолдану артықшылықтары: сапаны жоғалтпау. Ылғалдан қорғау арқылы құрттардың сапасы сақталады, өнімділік артады. Еңбек шығынын азайту. Толық автоматтандыру адам ресурстарын үнемдейді, операциялық шығындарды төмендетеді. Экологиялық таза шешім. Күн энергиясын толық пайдалану және табиғи кептіру процесі қоршаған ортаға зиян тигізбейді. Қазақстандағы ауыл шаруашылықтарына орнатсақ осындай нәтиже аламыз. Біздің технологиямыз Дэвид Загруптың платформасынан алынған. Бұл платформа бізді жаңбырды анықтайды және арнайы орынға жылжиды. Және күн шыққанда ашық алаңға шығады. Бұл платформа қалай оны анықтайды? Платформа жаңбыр температура ылғалды бірінші анықтайды және сигнал арқылы өзі жүзеге асады. Және де өнімділік 20%-ға өседі. Шаруашылықтарда тек құртты ғана емес, басқа да бидай нелермен айналысса болады. Тек құртты қорғаймыз деп өзінің шығынын келтірмейді. Адамдардың энергиясының ақталуы. Адамдардың 40% энергиясы ақталынады. Олар жаңбырлы кезеңде құрттардың бәрін жабық орынға кіргізу үшін көптеген энергияларын құртатын еді. Және де жаңбырлы маусымдарда құрттар өте азайып және жоқ болып кетіп ағып кететін еді. Енді ол 30%-ға төмендейді. Өйткені неге? Бұл жерде біздің технологиямыз құртты жаңбырдан қорғайды. Біз сіздерге өз жобамызды көрсетуге рұқсат етіңіздер. Біздің жобамыздың күн панельдері. Бұл күн панельдері энергияны күннен алады және ол энергияны батарейкаға жинайды. Батарейка не істейді? Ол датчикке, моторға энергияны бірдей қылып таратады. Және де біздің сенсорда су тиген кезде, яғни жаңбыр жауған кезде біздің дауыс шығару датчигі, яғни сигнал береді, шыңылдайды. Және де ішке кіреді. Өшеді. Ал енді күн шыққанда тағы сигнал береді. Біздің осы технологиямыз арқылы құрттарды алуға болады. Және де біз күнді тиімді түрде пайдаланамыз. Осы датчик енді ол қалай істейді деп сіздер айтсаңыздар, мен айтып берейін. Осы датчикті ол қалай сезетіні, оның жерде Arduino деген жерде сол кезде сол датчиктің кодтарын жазу керек. Сол кодтарды жазған соң, сол датчик сіздердің зерттеу әдістеріңізге өте қатты көмектеседі.
қорытынды ақылды жылжымалы кептіргіш ауыл шаруашылығын жаңа деңгейге көтеру. Табиғаттың өзгермелі жағдайларына икемделген инновация. Бұл технология табиғи ресурстарды тиімді пайдаланып отырып, ауа райына кез келген өзгермелі жағдайларына бейімделінеді. Өнім сапасы сақтап, еңбек тиімділігі арттырады. Автоматтандыру арқылы еңбек шығыны азаяды, ал өнімнің сапасы жоғалмайды. Қазақстандағы агроөнеркәсіптегі технологиялық серпіліс. Бұл шешім елдің агросекторына заманауи технологияларды енгізуге өте үлкен үлес қосады. Біздің ақылды кептіргіш бұл тек құрал емес, бұл болашаққа бағытталған инвестиция. Назар аударғаныңызға рахмет.